қазақтың тарихын қарап отыратын болсақ, әке үйдегі ең үлкен тұлға. Әке отқан кезде ешкім сөйлемейді. Әкенің айтқан пікірі, әкенің айтқан ойы отбасындағы ол сойдың шешімі болып есептеледі. Біздің әкенің рөлінен айырылып қалған кезеңіміз бұл берден емес, әріден. Кеше мысалға Совет үкіметі келген кезеңде осы дәстүрден біз айырыла бастадық. Біз жалпы әке дәстүрі болсын, басқа дәстүрлер болсын, барлық дәстүрді Совет үкіметі шын айтқан кезде жойды. Себебі олар қазақ халқы оларға керек емес болды. Оларға керегі совет азаматы. Олар барлық адамдардың бәрін, ұлттың бәрін жойып, барлығының ішінен совет азаматы деген азамат шығарды. Ол жер бетінде жоқ, Алла жаратпаған совет үкіметінің ойлап тапқан саясатының жемісі тұр. Біз де сол совет азаматы болып тәрбиелендік. Біздің паспортымызда совет азаматы деп жазылды. Бірақ ол совет азаматы деген жер бетінде болған жоқ. Сондықтан біздің осы кезеңнен бастап біздің тіпті наурыз тойымызда кеше егемендік алғаннан кейін тойладық. Қаншама мысалға коммунистік партия басқарған болатын болса, бұл коммунистік партияның өзі коммунист болатын болса, коммунист жаназаға тұруға болмайды, қайтқан адамды шығарып салуға болмайды дегенде әңгімелер шықты. Шын айтқан кезде өйстіп біздің ұлттық дәстүріміз шын айтқан кезде бұзылды. Ол тек қана әкенің рөлі ғана емес, жалпы біздің ұлттық дәстүріміз жоққа шықты. Сол далада қалдық. Біз шын айтқан кезде біз магазиндерде араққа толып тұрды. Біз жаңағы дастарханның басында отырып тілек айтып арақ ішуді, көшеде кездессе нең бар деп арақ ішуді, өстіп осындай дәрежеге кетіп қалдық. Ұлттық дәстүріміз ұмытылды, әкенің рөлі төмен түсірілді, әйел мен әкенің екеуі бірдей тең правал деген сөз шықты. Сөйтіп аналарды біз алға қарай жылжыттық. Мен енді ананың орнын жоққа шығара алмаймын, бірақ дегенмен осы жерде еркектердің рөлі қолдан түсірілді. Яғни арақ ішкен әкеге анасы да қарамады, оған баласы да дұрыс қарамады, жаппай арақ ішу деген етек алып үрдіс алып кетті. Содан келді, сол анау сан ғасырдан келе жатқан әке төмен қарай түсіп кетті. Қазір шын айтқан кезде әкелердің рөлі бұрынғыдай емес. Қазір бала да қазір шын айтқан кезде кейде осы арақтың кесірінен, тәрбиенің дұрыс емес кесірінен осы семьяда ажырасып тұр. Сонда ажырасқан кезде де бала атаға берілмейді, анаға беріледі. Сөйтіп мінекей осындай бір нелер пайда болды. Енді шын айтқан